Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 23 мамырға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Жаңа нәрсе бастау үшін жақсы күн емес. Егер сіздің іс-әрекеттеріңіз қажетті нәтиже бермейді деп ойласаңыз, тоқтағаныңыз жөн. Махаббат майданында бәрі оңтайлы болады. Жағымды әңгіме немесе жаңа танысу сіздің көңіл күйіңізді де өзіңізді де бағалауды арттырады. Осы уақытта шешілетін көптеген мәселелер бар. Бірақ мәселе дауласып, қалаған нәтижеге қол жеткізетіндіктен осы процестен ләззат аласыз. Бұл келіссөздер іскерлік құжаттарға қол қою және маңызды кездесулер үшін тиімді. Өзіңіздің логикаңызға сеніңіз. Енді ол сізге дұрыс шешімдерді айтады. Жақындарыңызбен ұрыс-керісті бастамаңыз, күн сәтті болады. Қоғамдық іс-шаралармен немесе сізге ләззат беретін іс-шаралармен айналысыңыз. Бір кездер үзіліп қалған қарым-қатынасты қалпына келтіру ықтималдылығы бар. Қазір іс қағаздарын жүргізуге қолайлы уақыт. Ынта мен үлкен энергияны қажет ететін шығармашылық интеллектуалды жұмыс жасаған жақсы. Құпияларды ашуға, жоғалған заттарды табуға қолайлы уақыт. Қажетсіз және ескіргенді жаңартумен байланысты жөндеуді бастауға болады. Кәсіби қызмет саласындағы өзгерістер сізді күтеді, сондықтан ойша дайындалып, қажетті ақпаратты жинауға кірісіңіз. Махаббат майданы жақсы жаққа өзгереді. Кейбір белгілердің өкілдері өздерінің жан серігін таба алады. Бұл күн кез келген істің аяқталуына жақсы. Ол тек нәтижелі болып қана қоймай, сонымен қатар танымалдылық пен өркендеу әкеледі. Дегенмен кез келген жаңа бизнесті бастауға болмайды. Олар ақымақтық және пайдасыз болады. Егер сіздің мақсатыңыз шығармашылық болса, онда осы күнгі күштерді жақсылыққа пайдаланыңыз. Егер мақсаттар күмәнді болса, сақ болыңыз. Қажет болмаса, жаңа бизнеспен айналысуға болмайды, таңдау жасауыңыз керек. Егер сіз өз қабілеттеріңізге сенімді болмасаңыз және қандай да бір жолмен қадам жасай алмасаңыз, шешімді біраз уақытқа қалдырыңыз, немесе билігіңіз жүретін адамдармен кездесіңіз. Кәсіби салада барлығы жоспарланған кесте бойынша жүреді. Денсаулығыңызға көп көңіл бөлуге тырысыңыз. Көшеде жиі болыңыз, әсіресе туыстарыңыз бен достарыңыздың ортасында. Махаббатта тек жағымды эмоциялар күтіледі. Егер сіз шыдамды болсаңыз және ойыннан озып кетпесеңіз, сәттілік туады. Жол бойында ұсақ мәселелер мен маңызды мәселелерді шешуге үлгересіз. Бұл күні жарақат алу қаупі артады, сондықтан экстремалды спортпен ашық ауада айналыспауыңыз керек. Осы кезеңде шамадан тыс физикалық және психикалық стресс күтіледі. Басқа адамдардың ісіне араласпауға тырысыңыз. Әріптестермен, сондай-ақ кез келген тіпті принципсіз мәселелер бойынша бастықтармен келіспеушіліктер болуы мүмкін. Денсаулығыңызға ерекше мұқият болуыңыз керек. Сізге демалудың қажеті жоқ, әйтпесе бизнес саласында өз позицияңызды жоғалту қаупі бар. Жұмыста қиындық болуы мүмкін. Басшылықпен және әріптестермен даудан аулақ болыңыз. Жеңіс сіздің тарапыңызда болмайды. Үнемі шағымданатындардан бір шақырым жерде жүріңіз. Бұл адамдар сіздің энергияңызбен қоректенеді. Бұл күні еліктіретін ұсыныстар келуі мүмкін. Енді маңызды шешім қабылдаудан бұрын жағымды және жағымсыз жақтарын мұқият ойластырыңыз. Отбасы мүшелерімен, әсіресе егде жастағы адамдармен дауласпаңыз. Осы кезеңде өткір тіліңіз сізге зиян тигізуі мүмкін. Мамырдың 23-не арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».